Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бір бала кезім есіме түсіп, сол кезде бір тәтті доқашынан жеуші едік қой. Немесе оны басқаша коржик деп атайтын едік. Бүгін өз каналымда осы бала кезден дәмі есте қалып қойған, естен кетпейтін корж печеньесінің рецептін шығардым. Менімен бірге пісіріп көруді кеңес беремін. Өте тәтті печенье, құрамы да өте қолжетімді. Әрбір өңіздің асханаңызда бар тағамдардан жасалады. Ал енді коржигімізді пісіруді бастайық. Ол үшін бізге ең бірінші 2 жұмыртқа қажет. 2 жұмыртқаны шұңғылау ыдысқа саламыз да, венчиктің немесе вилканың көмегімен қант екеуін араластырамыз. Қант бұл жерде бізге 200 грамм керек. Қант ергенше жақсылап тұрып араластырамыз венчикпен. Жұмыртқа мен қантымызды жақсылап араластырып, оның үстіне 100 мг сұйық май құямыз да, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі массы болғанша. Ал енді 80 мг су алып, оның ішіне уксус қышқылын құйып, үстінен сода салып, уксусты содамен гаситетіп аламыз да, жаңағы массымызға саламыз. Және де жақсылап тұрып, тағы да бір араластырып аламыз. Ал енді жаңағы дайын болған массымызға 400-450 грамм ұн саламыз. 3 бөліп салуға болады, немесе 2 бөліп өз қалауыңызша. Мен мына жерде 3 бөліп салдым. Біркелкі етіп, қолға жабысатын масса болғанша араластырамыз. Көріп отырғаныңыздай, мен ең бірінші венчиктің көмегімен араластырып алдым. Қойылына түскен кезде арғарай қолыммен біркелкі масса болғанша қамыр иледім. Негізі ұнды тағы да 100-150 граммға артық қосуға болады, егерде сіздің тестіңіз өте жабысқақ болса, сұйық болса. Қолға жабысатындай етіп осылай тесті дайындап аламыз. Сосын оны 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Негізі одан артық ұнды қосуға болмайды. 450 граммға плюс тағы да 100-150 грамм қосуға болады. Одан артық қоспаңыздар. Өйткені пешке пісірген кезде сіздің печеньеларыңыз қатайып кетуі мүмкін. Міне осылай ұнға былғап мен тесті жасадым. Оны 3 немесе 4 бөлікке бөліп, өзіңіздің қалауыңызша илеп печенье жасайсыздар. Міне осындай жабысқақтау, кішкене өте эластичный қамыр пайда болды менде. Тағы бір айтып кететін жайт, сіз былай қамырыңызды илеместен бұрын ыдысында тұрған кезде 10-15 минутқа қойып қойсаңыз, бетін жауып, қамыр өзінің жабысқақтығын азайтады да, қолға ұстауға ыңғайлы тесті шығады. Егер сіздерде печеньенің формалары болса, жүрек, көбелек, гүл тәріздес, сондаймен жасауға болады. Мен мына жерде домалақ формада жасадым. Үстіне жұмыртқаның сарысын кішкене жағып, оның үстіне қант себелеп, 180 градус қызып тұрған пешке беті қызарғанша пісіріп алдым. Астарыңыз дәмді болсын.